да, бұл кім десеңіздер, конечно, менің енеммен. Рахмет өте. Осыны осындай тортыға. Енді Индияда болса да, бізде сол қуанышты рахметпенен. Бүгін Әділет пен Әсем үшін қуаныш пен толқу қатар жүретін күн. Екеуінің шағын ғана, бірақ мәні терең кішігірім тойы өтуде. Таңертеңнен бастап үй іші дастархан әзірлеумен, қонақ күтуге дайындықпен әбігер. Бүгін Әсем алғаш рет келін болып, Әділеттің босағасын аттады. Қазақтың ежелгі дәстүріне сай, келін босағадан аттаған сәт жаңа өмірдің басталуы. Ақ орамалын тағып, жылы жымиысымен төрге өткен Әсем дастархан басында қонақтарға шай құйып, келіндік қызметін атқарып отырды. Әр қимылынан инабаттылық пен тәрбиенің ізі көрінеді. Тіпті шайдан соң ас үйге кіріп, ыдыс жууға да кірісіп кетті. Бұл жаңа түскен келіннің ең басты міндеттерінің бірі. Бірақ қуаныштың ортасында бір қимастық та бар еді. Әділеттің ең жақын адамы анасы бүгін қастарында бола алмады. Себебі ол қазір шетелде, Үндістанда ем қабылдап жатыр. Дегенмен арақашықтық аналық мейірім мен тілекке бөгет болмады. Әділеттің анасы алыстан арнайы сыйын жолдапты. Гүлімен бірге әдемі торт, ал торттың қасында жүрекке жетерлік хат бар. Балдарым, қиылған некелерің құтты болсын. Қадамдарың ақ болсын. Қастарыңда бола алмасам да, жаным өздеріңмен бірге. Гүлденген әлем, үнді елінен арнайы тілегім қабыл болсын. Қонақтар дастархан басында отырып, телефон арқылы анасының дауысын естіп құттықтауын тыңдады. Бұл сәт бәрінің көңілін босатып, жүректерін жылытты. Бірі күліп, бірі көзіне жас алды. Кеш бойы ән айтылып, тілек білдірілді. Әділет пен Әсемнің қуанышына жиналған әр қонақ жүрек жарды сөзін айтты. Шағын ғана той болса да, атмосферасы үлкен бірліктің, сыйластықтың және шынайы махаббаттың көрінісі болды. Бүгінгі күн олардың өмірінде жаңа тарау ашқан сәт. Әсем үшін жаңа әулетке қадам, Әділет үшін өзіне серп болған жарын шаңырағына кіргізу. Ал алыстағы ана үшін жүрегімен сезіп, жырақтан бата беріп отырған бақытты күн.